Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қолжетімді азық-түліктерден тұратын өте оңай әрі өте дәмді кекстардың рецептісін ұсынамын. Жасалуы өте оңай, ендеше бірге жасайық. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды қосамыз, үстіне қантымызды салып, миксермен 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Массамыз 2-3 есеге ұлғайғанша. Міне біздің массамыз 2-3 есеге ұлғайды. Ендігі кезекте жылы айранымызды құямыз. Айранымыз қатты салқын болмауы қажет. Бөлме температурасында болғаны жақсы. Енді осыны миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі бізге сұйық май қажет. Сұйық майымызды құйып, осыны сәл ғана миксермен араластырамыз. Келесі құрғақ ингредиенттерімізге кірісейік. Ситадан өткізілген ұнымызға ванилинімізді қосамыз, және содамызды қосамыз, және осының барлығын қасықпен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте массамызға ұнымызды саламыз, ұнымызды аз-аздан қосамыз, сонда ғана біздің массамыз жақсы бірігеді. Егер де қаласаңызда ситадан өткізіп салуға да болады. Міне достар, біздің массамыз дайын. Енді осының барлығын формамызға құю қалды. Қалауларыңызша начинка қосуға да болады, қоспасаңыздар да болады. Егер де қоссаңыздар, кекстарыңыз 2 есе өте дәмді болады, өте керемет болады. Мен вареный сгущенканы қосамын деп шештім. Сіздер изюм, шоколад, тағы да басқаларын қоссаңыздар болады, өте керемет дәм береді. Достар, байқағандарыңыздай барлығы оңай әрі тез жасалады. Барлығы үй жағдайында десем де болады, өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы кекстарымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 35 минуттай пісіреміз. Достар, міне біздің кекстарымыз дайын, өз формасын керемет ұстады. Менде 14 штук шықты, 14 штуктың 14-і де осындай керемет болып шығады. Жасалуы өте оңай әрі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар, менің арнама тіркеліңіздер, және Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.